Хикаят. Бағдат шаһарында бір бояушы ұстаның дүкені бар екен. Ұста қазыққа бір көзені іліп қойып, мазарға адам қойылған күні көзеге бір тастан тастап отырыпты. Ай соңында көзедегі тастарды санап, бір айда қалада қанша адам өлгенін есептеп отыруға әдеттенген екен. Қанша жыл өтсе де жалықпай әдетінен бір сәтке мүдірмепті. Бір күн ұстаның өзі де дүниеден өтеді. Бірнеше күннен соң ұстаны бір адам іздеп келеді. Ол ұстаның өлімінен бейхабар еді. Дүкеннің есігі жабық болған соң, ұста қайда кеткен деп көршісінен сұрады. Ол да көзенің ішіне түсті деп көршісі жауап берді. Жауаптың мәнісін түсінбедім деді әлгі кісі. Мұның мәнісі дүниеден өткен әрбір адамды қабірге қойғанда ұста анау тұрған көзеге бір тас тастап есебін алып отыратын. Енді марқұмның тасы да сол ажал көзесіне түсті депті ұста.